жыл болгон заманында Байдымат Кичурукова Баппаханчик деп ансамбль ачканда мен Байдыматка бир бек тилейм. Менге ата журтумдун жырыны бир бер, сүймөклүк үстүнөн жырыны бер деп. Ол да күлүп, биринчи жырым сахнага чыгып жырлаганым ата журтумдун үстүнөн эт. Мен сизге бир жырлайм аны. Сүйсең сүй мени, сүйсең түү, бекерке өскен кызыңма, бир күн абынып ачы жыласам, ана жылыну кызганма. Бир күн абынып ачы жыласам, ана жылыну кызганма. Бұлай сөзлесені жүрегіне еттеден кірген себепті тыңлаған адамға да сіз еттеден оғынақ ата жұртуғысының сүйерге, аңа ұлы сый берге деп күреше болса, бұл жолда барған сағатыңда сен ол ата жұртқа сүймеклігіне башқа жырлаблада белгілете болса. Аллах айтса, кесім жазарға да күрешеме, Байдыматтын жырларында бирте бек сүйеме. Ол жырлар бula өскеме, аны макаллар бula, аны сөзлери бula. Жырларга да, жырны сүйерге да, халкка милетке, сиңдирге да мени түзүнө айтсам Байдымат үйрөткөн эт. Жырны тез жырлайса, мапсатта калай жырлаганса, не көзлериң сөйлөшмейт, не сөзүң сөйлөшмейт, адамдын ичине кирип чыгарга керексе сен, ол жыр адамдын ичине кирип, жүрөгүңдө калып, адамды сагышка ийип, адам сүймекликке сиңип, жырдан жүрегинде бир жук калырча. Не бош жыр чыкты деп демесчи адам. Сүйерчи ма бул жырны, энтте бир тыңлар эми бул жырны дерчи. Ол үйрөткөн эт мени. Арттан калай айтайм, чыпчык учамын. Калай учканым, аны сен жыр була айтырга көгүстүргө керексе. Суудам жүзесе, калай жүзгениңе адам суда барганча болуп көрүүгө керекти дейт. Малай үйрөткөн эт ол мени. Челигимден сахнага чыктыңбы, жүрөгүңө алайда коюп чык.